Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай әдемі сүзбе және де асқабақ қосылған пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге асқабақ, жұмыртқа, сүзбе, қаймақ, қант және ұн қажет болады. Ең алдымен асқабағымызды духовкада жұмсақ болғанша дейін пісіріп аламыз. Ендігі кезекте дайын болған асқабақтарымызды жақсылап блендермен еземіз. Енді дайын болған асқабағымызға 2 жұмыртқа және де 100 грамм қант қосатын боламыз. Жақсылап біркелкі масса болғанша дейін блендерлейміз. Ендігі кезекте 4 дәу қасық ұнымызды салып, венчикпен жақсылап біркелкі масса болғанша дейін араластырамыз. Келесі кезекте сүзбемізді алып, ыдысымызға саламыз. Артынан 2 жұмыртқа, 4 дәу қасық қаймақ, 100 грамм қант және де 4 үлкен қасық ұн қосатын боламыз. Барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Немесе блендермен өткізсеңіздер де болады. Мінекей, асқабақты және де ірімшікті біздің салмаларымыз дайын болды. Ендігі кезекте екеуін кезектесіп құйып шығатын боламыз. Мен мұнда асқабақты тым көп құйып жібердім. Екеуіне бірдей көлемді қасық алу керек екен. Сол кезде бірдей болып құйылып жақсы болады. Мінекей осылай барлығын кезектестіріп біткенше құйып шығамыз. Мінекей, енді 200 градус қызып тұрған пешке 40 минутқа қоятын боламыз. Өте дәмді, біздің оңай дайындалатын пирогымыз мінекей дайын болды.
және өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.